Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео, және оның аты менің рюкзагымда не бар, яғни менің мектептік рюкзагымда. Менің осы жылғы рюкзагым мынандай жылдағындай ауыр. Мен оны мектепке қол түсіргенде ұмытып кеткен болатынмын, неге екенін түсірмеймін. Және оның артында мынандай жерінде бір қалтасы бар, бірақ мен оны ешқашан да қолданбаймын. Давайте біз бірінші үлкеннен бастайық, потом мына жақта не бар екенін көреміз, иә. Байқасаңыздар, мен қазір ғана сабақтан келдім, және де сабақтан сағат 6 болды, енді ғана келдім. И мынау сумканың ішінде заттар да әлі шығарылған жоқ. Қазір рюкзакты ашамыз. Вот, ашқанда ол былай көрінеді. Сумка ауыр, сіздерге көрсете бергенге болады. Басында бізде көзімізге бірден түседі, ол менің шапкам. Менде мынандай шапка. Сіздер арғы жылғы менің хол видеомда көрген болатынсыздар. Көрмесеңіздер, іздеп көріңіздер хол видеода. Бұл шапка өйткені мен ертеңгісіменен бізде өте қатты суық, кешке де суық. Бірақ бүгін мен сразу машинамен кеткенден оны киген жоқпын. Вот, мен тек қана ертеңгісіменен киемін, сосын оны шешіп тастаймын. Вот. Сосын бұл жерде тағы да бізде қолбақ шығады. Вот, қолбақ, мен қолым қатты қатады. Вот, сондықтан да қолбақты да киемін. Өйткені мен қолымның жарылып кеткенін қаламаймын. Және де бұл рюкзактың ішінде мына жерде артында кәдімгідей бір қалтасы бар, мына жақта. Және де оның мына жерінде екі алдында қалтасы бар. Осы қалтадан бастап көріп тұрғандарыңызда зарядка. Өйткені мен зарядкасыз үйден шығалмаймын. Өйткені мен сағат 7-де үйден шығамын ертеңгісімен, және кешкі 7-де келемін. Және де сол қалтада бізде тағы да менде тарақ шықты. Бұл тарақты да сіздер менің ең алғашқы холдарынан бірінен көріп қалсаңыздар, көрген шығарсыздар. Бұл Tengeltezer деген компанияның тарақтары бір кездерде өте танымал болған, осыдан 2 жыл бұрын. Және өте кішкентай, ыңғайлы. Мен ертесімен сала салам, өйткені мен ертесіменен мектепке шашымды жайып барамын. Шапка кию үшін, и оны мектепте шашымды жинау керек. Көріп тұрғандарыңыздай жинағанмын, вот. Сол сияқты міндетті түрде керек. Және екінші қалтасында менде кошелек бар. Мұны сіздер мен неден көргенсіздер? Холда жақында, барлығын холдан көргенсіздер. Вот, кошелек тоже көрдіңіздер. Ішінде ақша берілетін. И мен бұл жаққа номерок салам. Яғни куртка өткізген жерде номерок береді. Мен оны осы жаққа саламын. Бірінші күнделік. Бұл простой күнделік. Back to school'дан көрген шығарсыздар. Ортасында күнделіктің менің 90 қортатын кезде тапсыратын нәрселерім бар. Тапсыру керек осы аптада уже барлығын. Бүгін бізде вторник. Вторниктің сабақтарымен бастайды. Бізде Қазақстанда, біз басы айтып қояйын, біз кітап аша алып бармаймыз. Тек қана бір-екі сабақта апаратын шығамыз. И әркім өзінің таңдау пәнінің сабақтарының кітаптарын ғана алып барады. Қазір артық сұрақтар болмасын деген ниетпен жауап беріп жатырмын. Яғни ойбай, сендер еш кітап алып бармайсыңдар, қалай бес қойып жатыр деп. Я, кішік кластарда кітапты міндетті түрде алып келу керексің. Бірақ 11-ші сыныпта сенде барлық сабақ болмайды. Мысалы, тарихта біз кітапты біз қолданбағанымызға 2 жыл болды. Яғни 10-11-де біз тарихта мынандай даптерлер қолданамыз ұзын. Біз бұл даптерді 10-шы сыныпта арнағанбыз. Сол 10-шы сыныптан бері әлі менің қасымда. Вот үлкен даптер. Келесі сабақ бізде физикадан мен тек қана даптерімді алып барамын. Даптер ортасында черновик есеп шығарғанға, бірақ та қазіргі кезде физика танымайтындарға тиіспейді. Өйткені физика бізге керек емес. Лично маған журналист ретінде. Келесі сабақ бізде алгебра, оның кітабы бар, өйткені алгебра бәрімізге міндетті. Оны сен танымайсың ба, танымайсың ба, бәрі бізде бар. Алгебра кітап бізде вот ондай. Кстати, біздің мектеп жаратылыстану математикалы бағыттағы мектеп. Мектептер 2-ге бөлінеді екен. 10-шы сыныпта білдім.
Мысалы бір кітап мынау бізде әдебиет хрестоматия, бұл қоғамдық гуманитарлық бағыттағы кітап. Екеуінің білмеймін не айырмашылығы бар екен, бірақ біздің мектептің кітаптарының барлығында мынандай жерінде математикалық жаратылыстану бағыт деп жазылып тұрады. Даже тілдердің кітаптарының өзінде мынау біраз артық қалып қалған библиотекада. Вот ол жерде менде так, бұл жерде қазір көрсетемін, менің дәптерім. Сіздер бұл дәптерлердің бәрін қолдан көргенсіздер. Back to School, черновик, конечно же, мен барлық есеп шығаратын жерде черновик тасимын, және логиканың тестовиктері. Келесі бізде сабақтар ол өзін ұстану, технология. Бұл сабақтар бізде жылдың басында бір-екі рет болған, одан кейін болмайды. Вот мен ол сабақтарда әдебиет сабағына барып отырамын, өйткені мен таңдау пәнім әдебиет. Әдебиеттен мен андай дәптер алып барамын, және бұның ортасының барлығында тестовиктер өте көп. Просто жылағым келеді, если честно, мынаның бәріне қарасам. Бізде үш әдебиеттен кейін химия болады. Химияға тоже тек қана таңдайтындар барады. Одан кейін алғашқы әскери дайындық ол мүлдем болған емес. Вот алғашқы әскери дайындықта біз қосымшаға қалатындар тамақтанып аламыз. Түскі ас ішіп, өйткені бізде қоңырау бола салысыменен бірден қосымша бастап кетеді. Бізде айтқанымда 3 қосымша бар менің ол күні. Ол тарих сабақтан кейін бірден болады. Одан кейін логика, қазір математикалық сауаттылық деп аталады. Тарих 2 сағат, логика 1 сағат, және одан кейін менің ағылшын қосымшаға барам, ол да 1 сағат болады. Вот, мынау менің тарих дәптерім, бұл жақта тоже тарих дәптер, қосымша тарих дәптері. Көрдіңіздер, жаңа тура осындай жұмыс дәптер, мынау қосымша дәптер, и бұл жақта бізде тағы да тестовиктер өте көп. Келесі дәптер ол бізде логикаға арналған менің дәптерім. Вот, және логика деп қойғам шатаспау үшін. Келесі біз менің бүгінгі ішкен напитогымның баклажкасы, бірақ бітіген уже кішкене ғана қалған. Келесі бізде ол менің пеналым. Пеналымды да сіздер Back to School'да көргенсіздер, ал енді оның кішкене ішіне көрейік. Пеналым бұрынғы қалпында емес, ол өте қатты кір болып кеткен. Мен ойлағанмын ішіне жазылса, оны мен сүртіп отырам деп, бірақ та сүртіп көрген емес, кетпейтін да сияқты. Ой, бота болмай ма шаш olmasa да. Вот, ішіне өте көп заттар бар. Біріншісі замазка. Мен замазкасыз мүлдем өмір сүре алмаймын. Класста менде ғана наверное замазка бар, өйткені шын мен замазкасыз өмір сүре алмаймын. Келесі бізде карандаш, простой өшіргіш. Басқа өшіргіш алдым, байқасаңыздар, өйткені жылдың басына көрсеткен өшіргіштен мынандай қалды. Потом бар линейка. И так, жазатын көк паста, ручка. Мен тағы да біреу болған, бірақ бүгін оны қосымшада Малика сұраған болатын. Тағы да бір карандаш, өйткені біздің класста карандаштар мен ручкалар өте көп жоғалады. Так, қара паста ручка. Тағы да бір қара паста ручка. Және қызыл паста ручка. Фиолетовый паста ручка. Жасыл паста ручка. Қатты жасыл паста ручка. Көк паста, көк емес, кішкене темный көктеу, және розовый паста ручка. И үш. Бұның барлығы, ручканың барлығы бізде конспект жазғанға өте керек, өйткені өте көп нәрсе жазасың, и сенің миыңа сақтайтын нәрселер, және көзге тез көріну үшін оны осындаймен белгілесек, олар мида көбірек сақталады. Осымен біздің үлкен отсектің іші пустой көп тұрғандарыңыздай. Кстати, бұл рюкзактың іші мынандай цветте, және гүлді. Келесі кішкентай отсекке көшейік, кішкентай қалтаға. Так, бұл жерде бізде самый бірінші көзге түсетін. Так, мусор аздау екен, өте қатты қуаныштымын. Өйткені мусор болғанда өте ұят болар еді сіздерден. Так, бірінші ол бізде наушниктар. Өйткені кейде сабақтарда мысалы шаршаған кезінде кейде болады уақыт, мен видеолардың монтажын жасаймын, өйткені үйде уақыт болмайды, ал сабақта сен отырасың и монтаж жасауға мүмкіндік болады. Бұл мындай өзі тану деген сабақтарда фотовизерде мен монтаж жасаймын. Және де бұл жерде резинка шашымның, өйткені мен айтқанда шашымды жайып барамын, и міндетті түрде мен рюкзагымда бір резинка жүру керек, өйткені мен үйден алға ұмытып кетсем, потом шашымды жинамасам ұрыс естіп қалуы мүмкін.
және бұл жерде кілт, мусор түсті. Мына үйдің кілті, үйдің кілтінде мынандай брелок бар. Домбыра деген нағыз қазақ блогерінің брелогы. Және де мына жақта менде тағы да мынандай резинка бар екен. Таппай жүргем негізі мен аны. Және де бұл жерде конфеттің фантигі. И өте кіріп кеткен екен ішім. Сонымен достар, менің сіздер сумкамның ішіне де кіріп көрдіңіздер. Сіздерге ұнады деген мұндай видео. Егер де сіздер менің телефонымда не бар деген видеоны қаласаңыздар, қазір менде сондай мүмкіндік туды, телефонымда не бар деген видео түсіретін. Егер де мен телефонның ішін көргілеріңіз келсе, астына қалдырыңыздар, және де егер де бұл видеоның астында 300 лайк жиналса, мен сол видеоны түсіремін. Менімен бірге болып, видеоны аяғынан дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, видеоға лайк қойды ұмытпаңыз. Сізге болған мен Ботафлай. Келесі кездескенше, всем пока.